Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы және Орта Азиялық аймақтардағы оқу ғылым ордалары, мектептер мен медреселер. Дәріс сұрақтары: Харун Рашид академиясы, Бағдат обсерваториясы мен Даналық үйінің ғылыми жұмыстарының ұйытқысы болған Орталық Азия мен Қазақстаннан шыққан ғалымдар, шығыс зерттеуші ғалымдары, Аль-Кинди энциклопедист ғалым. Бағдаттағы Даналық үйінің академияның негізін салушы Харун Рашид есімі шығыс әдебиетімен азды-көпті қайырымдылығымен, білім өнер құмарлығымен тарихта аңыз болып қалған. Харун Рашид сарай төңірегінде ақын, күйші, әнші ғалымдарды көп жинайтын болған. Арабтың мәшһүр ақыны Абу Навас, белгілі музыкант ғалым Ибрахим Аль-Маусали Харун Рашидтің өте жақын адамдары болған. Ибрахим Аль-Маусалидің асқан музыканттығына дән риза болған. Харун Фараби кейіннен оның есімін өзінің музыканың ұлы кітабында бірнеше рет үлкен ілтипатпен атап өтеді. Басқаны қойғанда Харун Рашид Абу Навас Аль-Маусали жайындағы мәліметтерді халық қазынасы мың бір түн әңгімелерінде көп ұшыратамыз. Харун Рашид заманындағы ғылым білімге деген құштарлыққа, халық даналығын, мәдени ортаны көрсету үшін бізде осы мың бір түн әңгімелерінен бір мысал келтіруді жөн көрдік. Харун Рашидтің алдына барған ғалым қыз туралы әңгімелер былай басталады. Бағдат қаласында саудагерлердің саналыларының бірі байсалды бір адам жасапты. Қартайыңқырап келіп бір ұлды болады. Бір жеті той өткізіп, атын Әбілхасан деп қойыпты. Баласын жақсы тәрбиелеп, көрнекті білімді түгел оқытып, әскери өнерге де шұғылдандырды. Сонымен қатар әдебиет, мәдениеттен де хабары болып, өлең айтып, ән салуға да машықтандырады. Бұл үзіндіден Харун Рашид заманындағы бай адамдардың баланы жан-жақты білімді, өнерлі етіп тәрбиелеуге ұмтылатыны көрінеді. Сол жігіт әкесі өлгеннен кейін дүние-мүлікті орынсыз шашып, тақыр кедейлікке душар болады. Сонда жанында қалған жалғыз канизағы өзін Харун Рашид патшаға сатқанда өте көп ақша, мал, мүлік сұрауын өтінеді. Харун Рашид қыздың мұншалықты қымбаттығына таңырқап, қыздан ғылымның қандай саласынан хабары бар екендігін сұрайды. Сонда қыз: тақсыр, сіздің заманыңыздағы ғылым саласынан менің білмейтінім жоқ. Уа тақсыр халифа, ғылымды үйрену қиын емес, оны керекті жерге жұмсау керек. Ол жұмсалмаса шықпайтын аратылысы, емдеу ғылымы, саясат, шариғат, ән, күй, музыка құралының бәріне ойнауды үйрендім. Құранды 7 түрлі мақаммен оқуды білем. Нендей білім білсем, оның жазуын іске қалай асыруын білем. Соның бәрін білгенде менің атым Канизак. Мұқтажды күні сатылу үшін сіздің ордаңызға келіп отырмын, деп жауап берген көрінеді. Содан соң патша сарайындағы бүкіл ғұламаларды шақырып, ғалым қыздан ғылымның барлық саласына емтихан алады. Қыз ол ғалымдармен айтысып, барлығын жеңіп шығады. Риза болған Харун Рашид: рахмет қызым, бұл заманнан босқа өтпей ала білген кісіге үлкен үлесі бар екен. Талап етіп алушысы болса, заманымыздың үйренетін ғылымы да, көркем өнері де үлгі болғандай тәлім тәрбиесі бар екен деп үлкен сыйлық тарту етіпті. Бұл әрине ғылыми дәл емес, дегенмен мұның өзі сол заманда өнер білімге, қарым-қатынасы, мәдени тынысы жөнінде бірсыпыра мәлімет береді. Бірсыпыра мәлімет береді. Ескеретін бір жайт, бұдан Харун Рашид Аль-Мамун заманы қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған ұжмақ болған екен деген ұғым тумаса керек. Еңбекші Бұхара, әсіресе жаулап алған кіріптар елдердің қарапайым халқы өте қатты езгіде болған. Бұған Харун Рашидтің дәруіш болып кеткен сопы баласының аң аулап сән салтанат құрып жүрген әкесіне айтқан мына бір сөзінен ақ байқауға болады. Бұл да мың бір түннен: мені сіз барлық кедей, мүгедек халықтар алдында дүние қорлық, дара қорлығыңызбен шерменде қылдыңыз. Дүйім жұрт нан таба алмай әуре, ал сіз алтын күміске оранып аң таба алмай әуресіз. Көрік таудың көк шыққан жерінде болады, көгі жоқ, мұз басқан шоқысында қандай ажар болады. Сіз де сондай бір шоқысыз. Мен ондай мұзды жерді сүймеймін, деген екен. Харун Рашидтің бағынышты елдерден салық арқылы жимаған кірісі аса бай мемлекет Византияның осындай кірісінен 5 есе көп болған. Харун Рашидтің ғылым қамқоры аталып жүрген екінші баласы Әл-Мамунның да халыққа жасаған қиянат зорлығы
бір басына жетерліктей. Мәселен, ол Әзірбайжан мен Батыс Ирандағы халифатқа қарсы Бабек бастаған халық көтерілісін қан жоса етіп басқан. Әл-Мамун отырар қаласының да патшасымен көп жыл басқыншылық соғыс жүргізгені тарихтан мәлім. Біз Бағдат обсерваториясы мен даналық үйінің ғылыми жұмыстарының басты ұйытқысы Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан ғалымдар болған үлкен мақтаныш сезіммен айтамыз. Олар Мұхаммед Хорезми Хорезмнен шыққан, Ахмед Ферғани Ферғанадан шыққан, Ғаббас Жаухари Отырардан шыққан, Ахмед Мервази Мервтен шыққан және басқа да ғалымдар. Хорезмидің отаны Хорезм. Жалпы Орта Азия елдері 8-9 ғасырларда саяси және мәдени құлдырауға ұшырағанын айттық. Мұның басты себебі араб басқыншыларының сойқанды шабуылы, қанқұйлы соғыс аласапыранының кесірімен қырсық еді. Араб жаугершілігіне дейін Орта Азия атырабы, әсіресе Хорезм өзіндік бай мәдениетінің бесігі болып гүлденіп тұрған ел еді. Толстов, Якубовский, Шишкин және басқа тарихшылардың зерттеуіне қарағанда, Орта Азияда тау-кен ісі, әртүрлі минерал бояулар мен түрлі түсті шынылар өндіру ісі өте ерте замандардан ақ пайда болған еді. Сол кездерден ақ ол кең дамыған. Орта Азия мен Қазақстанда металл өндіру, оны пайдалану ісінің тарихы мыңдаған жыл бұрын басталғанын дәлелдейтін фактілер көп. Мәселен, үлкен Ферғана мен каналын қазу барысында біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың ортасында жасалған 4 құлақты 3 аяқты қола қазан табылған. Қытай саяхатшы Джан Цзянпин біздің ғасырымызға дейінгі 2 ғасырда көрсетуінше, қытайлықтар әйнек шыны жасау өнерін Орта Азиялықтардан үйренген. Өкінішке орай, бұл тұстағы Орта Азия халықтарының рухани мәдениетінің деңгейін білдіретін мағлұматтар өте аз. Ол туралы біз тек қосалқы деректерге сүйенеміз. Бағдаттағы даналық үйінде Хорезми әуел бастан негізінен астрономиямен айналысқан. Осы кезде, яғни 9 ғасырдың 20 жылдарында ол атақты астрономиялық таблицаларын түзеді. Бұл еңбек авторы өлгеннен кейін де бірнеше ғасыр шығыс ғұламаларының қолдан түспес құралы болған. Аспан шырақтарын жүйелі түрде бақылау Бағдатта 7 ғасырдан басталады. 771 жылы мұнда Индиядан астрономия кітаптар алдырылады да, соның біреуін белгілі астроном және математик Ибрахим әл-Фазари арабшаға аударады. Арабтар мұны үлкен Синдханд, яғни астрономия жөніндегі үлкен трактат деп атайды. Мұнда теориялық мәселелер мен қатар аспан шырақтарының қозғалысының таблицалары келтірілген. Араб елдерінде астрономия ғылымының өркендеуінде бұл шығарманың мәні үлкен болды. Хорезми осы еңбектің аудармасын бірнеше рет қарап жөндейді, түзетеді, үлкен қосымшалар қосып, сол негізде әлгі айтылған таблицаларын жазады. Бұл еңбектің ең басты нұсқасы жоғалып кеткен. Қазір тек оның 1126 жылға аударылған латынша нұсқасы бар. Хорезмидің басқа еңбектерімен бірге ол 1964 жылы Ташкентте орыс тілінде басылып шықты. Жұлдыздар таблицаларын жасаумен қатар Хорезми Мамуи патшалығы кезінде жүргізілген басқа да астрономиялық және геодезиялық жұмыстарға, жоғарыда айтқан жердің 1 градус меридианның ұзындығын өлшеу әрекетіне де белсенді атсалысқан. Хорезми өз заманының талабына сәйкес астрология мәселелерімен де шұғылданған. Мұсылман елдерінде мол қанат жайған бұл жалған ғылымның түп төркіні жердегі оқиғалар аспан денелерінің қозғалысына, орналасуына тәуелді болады деген теріс қағидаға негізделген. Жұлдызнамашылар, яғни астрологтар адамның тағдырын, түрлі оқиғаларды алдын ала болжап білеміз деп бал ашып көріпкелдік жасамақшы болған. Әкімдер мен мұсылман діншілдері астрологияны барынша қолдап, оны өз мүдделеріне пайдаланып баққан. Өтірік сандырағына қарамастан, астрологиялық зерттеулердің де астрономияны ғылымды дамытуға белгілі дәрежеде септігі тиіп отырған. Өйткені алдын ала болжау үшін көптеген бақылау, есептеу жұмыстары жүргізілуге тиіс болған. Ал оған әкімдер мен патшалар қаржы-қаражатты аямай төгетін еді. Сондықтан да ғалым астрономдар мұндай мүмкіндікті пайдаланып қалу үшін кейде әдейі, кейде жорта, кейде қорқып патша сарайында астролог қызметін атқарған. Міне Хорезми де осы себептен астрология тақырыбында кітап жазып, патшалар мен дін басылардың көңілін аулаған сияқты.
Қорыта келгенде, Хорезмидің дүниежүзілік ғылым тарихындағы алатын орны ерекше. Оның ғылыми істері мен озық идеялары сонау орта ғасырлық тар дүниектің өзінде шартарапқа ілім шарапатын мол шашқан шамшырақ іспеттес. Біз бұл әңгімемізді Хорезмидің үзеңгілесі және жерлесі Ғаббас Жауһари жайлы қысқаша мағлұматтар келтірумен тамамдауды жөн көрдік. Ғаббас Жауһари жоғарыда айтылған 9 ғасырда құрылған Бағдат мектебінің өкілі, жерлестері Хорезми, Ферғани, Мервазимен бірігіп, Бағдат обсерваториясы мен даналық үйінің негізін қалаушылардың бірі. Ғаббас әл-Жауһаридің оңтүстік Қазақстанның Отырар қаласынан шыққандығын көрсететін деректер бар. Отырар алқабындағы бір қалашықтың орындағы төбе күні бүгінге дейін Жауһар-ана немесе Гаухар-ана деп аталады. Ол әлгінде көрсетілген жерлестерімен бірге 829-830 жылдары Бағдатта және 832-833 жылдары Дамаскіде жүргізілген астрономиялық бақылауларға қатысады. Бұл бақылаулар негізінен Мамунның астрономиялық таблицалар деп аталатын еңбек жазылады. Бұл бақылаулардың негізінде Ғаббас әл-Жауһари математикамен де шұғылданған, мәселен Евклидтің негіздерін кемелдендіру деп аталатын трактат жазған. Бұл трактат бізге әзірше мәлімсіз, тек Насреддин Туси 13 ғасырда өмір сүрген өзінің параллель түзулер жайлы еңбегінде әл-Жауһаридан үлкен үзінділер келтіреді. Бұл үзінді бойынша шығыс математиктер ішінен ең бірінші болып Евклидтің параллель түзулер теориясын сынға алушы осы Ғаббас әл-Жауһари екендігі көрінеді. Ол өзінше 5-ші постулатты дәлелдеуге әрекеттенеді. Бұл үшін де әл-Жауһари мынадай жоруды қабылдайды. Егер екі түзу үшінші бір түзумен қиылысып, тең параллель айқышбұрыштар жасайтын болса, онда кез келген түзумен қиылысқанда да осы қатыс орын алады. Дәлелдеу барысында әл-Жауһари үш бұрыштың орта сызығы туралы теореманы және бұрыш ішіндегі кез келген нүктеден бұрыштың екі қабырғасында қиып өтетін түзу жүргізуге болатынын көрсететін теореманы дәлелдейді. Бұл теореманы 1800 жылы Евклидтің 5-ші постулатын дәлелдеуге француз геометрі Лежандр пайдаланған. Ғаббас Жауһаридің параллель түзулер туралы идеясын кейіннен Орта Азия ғалымдары Омар Хайям және Насреддин Туси дамытады. Ғаббас Жауһари жоғарыда айтылған 9 ғасырда құрылған Бағдат мектебінің өкілі, жерлестері Хорезми, Ферғани, Мервазимен бірігіп, Бағдат обсерваториясы мен даналық үйінің негізін қалаушылардың бірі. Ғаббас әл-Жауһаридің оңтүстік Қазақстанның Отырар қаласынан шыққандығын көрсететін деректер бар. Отырар алқабындағы бір қалашықтың орнындағы төбе күніге дейін Жауһар-ана немесе Гаухар-ана деп те аталады. Дамаскіде жүргізілген, ол әлгінде көрсетілген жерлестермен бірге 829-830 жылдары Бағдатта және 832-833 жылдары Дамаскіде жүргізілген астрономиялық бақылауларға қатысады. Бұл бақылаулар негізінде Мамунның астрономиялық таблицалар деп аталатын еңбегін жазады. Ғаббас әл-Жауһари математикамен де шұғылданған. Мәселен, ол Евклидтің негіздерін кемелдендіру деп аталатын трактат жазған. Бұл трактат бізге әзірше мәлімсіз. Тек Насреддин Туси 13 ғасырда өзінің параллель түзулер жайлы еңбегінде әл-Жауһаридан үлкен үзінді келтіреді. Бұл үзінді бойынша шығыс математиктер ішінен ең бірінші болып Евклидтің параллель түзулер теориясын сынға алушы осы Ғаббас әл-Жауһари болатын екендігі көрінеді. Ол өзінше 5-ші постулатты дәлелдеуге әрекеттенеді. Бұл үшін әл-Жауһари мынадай жоруды қабылдайды. Егер екі түзу үшінші бір түзумен қиылысып, тең параллель айқышбұрыштар жасайтын болса, онда кез келген түзумен қиылысқанда осы қатыс орын алады. Дәлелдеу барысында әл-Жауһари үш бұрыштың орта сызығы туралы теореманы және бұрыш ішінде кез келген нүктеден бұрыштың екі қабырғасында қиып өтетін түзу жүргізуге болатынын көрсететін теореманы дәлелдейді. Бұл теореманы 1800 және жылы Евклидтің 5-ші постулатын дәлелдеуге француз геометрі Лежандр пайдаланған. Ғаббас Жауһаридің параллель түзулер туралы идеясын кейіннен
Орта Азия ғалымдары Умар Хайям және Насреддин Туси дамытады. Хорезми мен Фараби арасында Бағдат мектебінен бірсыпыра көрнекті оқымыстылар шықты. Олардың қатарында жоғарыда аталған ғалымдардан басқа атақты Сабит ибн Қорра, ағайынды Бану Мұсаларды, Абу Камилді және басқаларды да көруге болады. Бағдат мектебіне тікелей қатысы болған араб философиясы мен ғылымындағы үлкен бір тұлға Әл-Кинди болды. Әл-Кинди Абу Юсуф араб философиясының негізін салушы, қалаушы болып саналады. Оны арабтардың философы деп атауы осыдан. Әл-Кинди Йеменнің Кинда өлкесінен шыққан, әкесі Куфа қаласының әмірі болған. Ал 800 жылдар шамасында Басрада туады. Ол білім алуды Басрада бастап Бағдатта аяқтайды. Әл-Кинди жоғарыда айтқан Әл-Мамун патшаның замандасы. Ол Бағдат халифатында ғылым мен философияның қалай өрлегенін көзімен көрген, өзі де грек авторларын араб тіліне аударуға атсалысқан. Әл-Киндидің өлген мезгілі де дәл мәлім емес. 860-879 жылдар шамасында қайтыс болған. Әл-Кинди сол тұстағы араб халифатындағы оқыған адамдар ішінде жан-жақты энциклопедиялық білімді адам саналады. Ол қалам тартпаған ғылым білім салалары жоқ деп айтуға болады. Орта ғасырлық араб жазбаларында Әл-Кинди 238 еңбек жазған деген мәлімет бар, бірақ олардың көбісі бізге жетпеген. Әл-Кинди әсіресе биология, әсіресе философия, логика, математика, астрономия, медицина, метеорология, музыка және оптикамен көп айналысқан. Ол грек тілін жақсы білген. Сондықтан ежелгі грек ойшылдарының еңбектерін насихаттауға көп үлес қосқан. Аристотельдің метафизикасының, Птолемейдің географиясының, Евклид шығармаларының аудармаларын редакциялаған. Мұның үстіне ол Аристотельдің логикалық шығармаларына, Птолемейдің алмагестігіне, Евклиддің негіздеріне түсініктемелер жазған. Әл-Киндидің ғылыми философиялық шығармалары тек қана шығыс ғұламаларына ғана емес, батыс оқымыстыларына да игі әсер етті. Оның еңбектері 10-11 ғасырларда латын тіліне аударылып, олардан философ Роджер Бекон және атақты итальян математигі Кардано көп тәлім алған. Кардано Әл-Киндиді дүниежүзілік 12 кемеңгердің бірі деп атаған. 1901 жылы Әл-Киндидің бірсыпыра еңбектері Москвада орыс тілінде «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока» атты жинақта басылып шықты. Бұл трактаттарда ол философия, логика, музыка, математика, тағы да басқа мәселелерді қозғайды. Әл-Кинди берген ғылымдар тізбегі, яғни классификацияның мәні үлкен. Өзінің Аристотельдің кітаптарының саны және философияны оқып үйрену үшін не қажеттігі жайлы деп аталатын трактатында ол ең алдымен физика, яғни жаратылыстану ғылымдарын, математиканы және логиканы атайды. Өйткені Әл-Киндидің пікірі бойынша бұларсыз әлемді толық біліп те, философия ғылымдары, этика мен саясатты терең біліп те болмайды. Қорыта айтқанда, Әл-Кинди шығыста алғаш болып Аристотельдің ғылыми философиялық дәстүрін дамытуды қолға алған философ, энциклопедист және ғалым. Әл-Киндидің бұл бастамаларын одан кейін Іле-Шала Фараби және басқа энциклопедист ғұламалар одан әрі өркендетеді, көтереді, кемелдендіреді, сөйтіп философияда, ғылым мен білімде үлкен табыстарға жетеді. Оқу-ағарту жұмысы қазақ жерінде ерте заманнан басталған. Әсіресе отырықшыланған аймақтарда орта ғасырлардың өзінде-ақ 7-8 ғасырларда көптеген оқу орындары мен медреселер жұмыс істеген. 18-19 ғасырларда мұндай медреселер Қазақстанның барлық аймағында ашыла бастады. Ал 19 ғасырдың 50-60 жылдарда ашық және орта білім беретін жалпы саны 84 оқу орны болған. Ал осы оқу орындарының кейін күрт азайып кеткендігін көреміз. Медресе. Бұл араб тілінен аударғанда медраса оқу деген. Орта, сирек жағдайда жоғары. Конфессионалдық мұсылмандық мектеп. Дін қызметкерлерін, мұсылман бастауыш мектептерінің мұғалімдерін және таяу, орта шығыс, тағы да басқа елдердің мемлекеттік аппарат қызметкерлерін даярлайтын орта және жоғары мұсылман мектептері. Медресе тарихы Үндістандағы Дели, Калькутта, Лахор қалаларынан басталып, Ауғанстандағы Кабул, Герат, араб шығыс әлеміндегі Бағдат, Александрия, Каир, Мысыр, Дамаск, Шам, Африкада Мағриб,
Алжир, Тунис, Триполиге дейін, ал Испаниядағы Кордоваға, Орта Азиядағы Бұхара, Самарқандқа және Қазан, Уфа, Семей, Орынборға дейін шығыс елдеріне кең тараған мұсылмандық ағарту ісімен тығыз байланысты. Медресе мақсаттары мен мазмұны және оқыту әдісі бірдей болды. Негізінде медресе ғимараттарын бай адамдар өзі қаржысына салдырған, немесе халықтан жиналған қаражатқа салған. Медресе үшін салынған ғимараттарда шығыс елдерінің көрікті ұлттық өрнегін қолданған, ал маңдайшаларына түрлі өсиет өнеге ғибарат сөздер салғызған адамның, шеберлердің аты жөні, іргесі қаланған жылы жазылған. Дәрісханаларда оқытылған пәндер: ислами ілімдер, бағыттар тарихы, Құран кәрімнің тарихы, астрономия, шығыс әдебиеттері, трактаттар. Медресе оқушыларды дайындау деңгейі бойынша бастауыш, орта және жоғары. Ғалия медресесі туралы айтатын болсақ, бұл Башқұртстанның Уфа қаласындағы 1872 жылы ашылған мұсылмандық жоғары діни оқу орны. Медреседе дін сабақтарымен қатар араб, парсы, түрік, орыс тілдері, шығыстану тарихы, химия, физика, математика, география, тағы да басқа жаратылыстану ғылымдары оқытылған. Оның ұйымдастырушысы түрік зиялысы Зия Камали. Медресенің ғалия, яғни араб тілінен аударғанда ұлы мәртебелі аталуы оның жоғары дәрежелі ежелгі оқу орны екенін аңғартады. Ғалияда оқыған қазақтар. Бекіту сұрақтары. Харун Рашид академиясы, Бағдат обсерваториясы мен даналық үйінің ғылыми жұмыстарына ұйытқысы болған орталық Азия мен Қазақстаннан шыққан ғалымдар, Адал достар энциклопедиясына талдау жасаңыз, шығыс зерттеуші ғалымдар еңбектеріне тоқталыңыз, Әлкенде энциклопедист ғалым. Пайдаланылған әдебиеттер: